Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен жасымық сорпасын дайындаймыз. Ол үшін бізге өте қарапайым ингредиенттер қажет болады. Ол үшін бір пияз, бір қызанақ, бір сәбіз және жасымықтың өзі қажет болады. Ең алдымен барлығын ұсақтап турап аламыз. Ендігі кезекте қызып тұрған отқа ыдысымызды қойып, сұйық майымызды құйып, пиязымызды қуырамыз. Келесі сәбізді қосып, тағы да 5 минут шамасында қуырып аламыз. Содан кейін қызанақты қосып, тағы да 5 минут шамасында қуырамыз. Содан кейін жасымықты суық сумен жуып алдым. Жасымығымызды қосып, бірден артынан қайнап тұрған суды мөлшерімен қосамыз. Бұл сорпа өте қарапайым болғандықтан өте көп дәмдеуіштерді қажет етпейді. Дәміне қарай тұзын және кішкене зираны салып 15 минут шамасында пісіреміз. Бұл жасымық сорпасы өте тез пісетін сорпа. 15 минутта осылай дайын болды. Дайын болған соң блендермен барлығын езіп алу керек. Осындай консистенция болғанға дейін. Қалауыңызша әсемдеп, лимон шырынын қоссаңыз, өте дәмді болады. Астарыңыз дәмді болсын, дайындап көруге кеңес беремін. Алда тағы да рецепттерді күтіңіздер.